Қайырлы күн YouTube көрермендері. Сіздерге бүгін кофенің 6 түрлі пайдасы мен 6 түрлі зиянын айтатын боламын. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Кофе адам ағзасын сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге, кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойында 29% майды ыдыратады, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Жаттығудан кейінгі бұлшық ауруын басады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшық-еттегі ауырсынуларын 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған. Күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормоны белсенді бөледі. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі дейді. Ол тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтаған. Бауыр, асқазан ауруларын алдын алады. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға қатерлі ісікке шалдығуын алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Сондай-ақ 489.706 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендігін анықтаған. Диабет, Альцгеймер мен Паркинсон ауруларынан құтқарады. 457.922 адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендегенін дәлелдеген. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуында айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал Альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ. Алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап, кофе ішіп тұру керек. Паркинсон ауруы да сондай. Кофенің зиянына тоқталатын болсақ, ол ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп, 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдындағы 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болатынын не болмайтыны туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерінен арттырып, немесе керісінше әсер етіп жіберуі мүмкін. Ана болу мүмкіндігін азайтады. Брунодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. Кофе тәтті құмарлыққа келеді. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынын, газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австралиялық ғалымдар шығарған. Олар тәжірибеге қатысушыларды 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген. Екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 мл, ал екіншілер 273 мл ғана тәтті сусындар ішкені анықталған. Кофе түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасады. Олар күніне 2 шынаяқтан артық кофе ішкендерде түсік тастау қаупі жоғары болғанын анықтаған. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішу де зиян екенін анықтады.
қан қысымын көтереді. Италия ғалымдары 18 пен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтынын дәлелдеген. Ал 2 шынайы кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғары екендігі айтылады. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мл ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынайы ұнтақталған кофе немесе 5 шынайы ерігіш кофе. Сондай-ақ, егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Егер сіздерге ақпарат пайдалы болса, каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.